Кішкене айтсаңыз, аға. Бәрін ырыммен жасалынады. Бұл дүниен көбейсін, малын көбейсін, жанын көбейсін деген сөз. Азғантай құрақтан әрбір сөз мағынасы бар. Құрақтар сөйлейді. Әртүрлі, иә. Бұл төзімділіктің, сабырлықтың, үнемшілдіктің бәрінің символы дейді құрақ. Осы құрақтың бәрі төзімдіктің арқасында, не дейді, сабырлықтың арқасында еңбегі сол арқылы шығады. Мына құрақта мынандай әңгіме. Айналайын қызым дейді, ақ босаған аттан дейді, өсуін жапырағын жай дейді. Қызым тек алға қарай ұмтыл дейді. Мынаған жол, алға ұмтыл дейді. Кері шегінетін жол жоқ дейді. Қайт келмейсін дейді, есі жабып. Бұл өмір дейді, оңай емес өмір, әртүрлі сатыдан тұрады дейді. Сол сатылардың бәрінен өтеді өмір болғасын. Алға қарай жылжисың, сонда ғана жапырағын жайлады дейді. Өрсін кеңейеді дейді. Қызым, болашақта 4 құбылаң тең болсын десе, 4 ұл тап дейді. Ол сенің тірегің дейді, 4 құбылаң дейді. Ұлдарың қошқардай болсын дейді. Батыр болсын найзастайтын. Сөйтіп тәрбиеле ұлыңды дейді. Белі бекем болсын ұлыңның, денсаулығына мән бер дейді. 4 ұлыңды бөліп жарма дейді. Тату болсын дейді, сабыр болсын. Ол сен болашақ тірегің дейді. Мына жерде. Өмір ақ қарамен